Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге оғыштан жақсы тойымды тағам пісіремін. Міне әуелі етімді қуырып, турап алып пісіріп жатырмын. 15 минут пісіреміз. Оған дейін керекті көкөністерімізді турап аламыз. Картофеліміз жуамыз, қырыққабатымыз, сәбізіміз бәрін тураймыз. Осылай картофелімізді турап аламыз. Енді сәбізімізді тураймыз. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Жақсы дәмді тойымды тағам бұл. Енді қырыққабатымызды тураймыз. Сәбізімізді осылай үккіштен өткізіп аламыз. Етім пісті, енді соған көкөністерімізді саламыз. Қырыққабатымызды саламыз. Картошкамызды саламыз. Сәбізімізді саламыз. Жуамызды саламыз. Татымына қарай тұз, бұрыш салуға болады. Оған дейін нанымызды илейміз. Илеп атқан наным. Осылай сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Наным басып болдым, енді тағы бір тындырып қойып, қайтадан осылай бір басып алып, ұн сеуіп, енді қамырымызды жаямыз. Осылай үлкен қылып қамырымызды жайып аламыз. Не осындай үлкен қамыр шығады. Осыған енді жаңа үккіштен өткізген, уақтап туралған жуамызды саламыз. Тұзымызды себеміз, бұрышымызды себеміз. Енді осыны ораймыз. Осылай орап аламыз. Енді осыны осылай дөңгелектеп қоя тұрамыз.
міне мен жартысын бөліп алып осылай тағы бетін жайып аламыз. Жаңағы немді осылай жасаған қамырым несін екіге бөліп алдым, табама бұттай болғасын. Міне осылай жайып аламыз. Мына пісіп жатқан картоғымыз бен етіміздің үстіне осыны осылай саламыз. Менің ыдысым кішкентай болғасымен жаңа екіге бөлгенім осы. Сіздер өзіңіздердің ыдыстарыңызға қарайсыздар. Міне піскен тамағым. Мына бетіндегі наны бана. Міне картошкасы еті астында. Міне дайын болды. Менің каналыма лайк басып, қоңыраулыққа басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Рахмет.